Баршаңызға сәлем. Бүгін медовик тортының рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы өте қолжетімді, жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге 4 жұмыртқа, ұн, қант ұнтағы, секер, сары май, қаймақ, ас содасы, мед керек. Ыдысымызға сары майды, медті, секерді салып, баяу отқа қоямыз. Үстіне ас содасын салған кезде бізде осында реакция жүреді. Одан кейін оны оттан алып тастаймыз. Ыдысымызға құйып алып, үстіне біртіндеп жұмыртқаны салып отырып, венчикпен араластырамыз. Ұнды да аз мөлшерден сала отырып, венчикпен араластырамыз. Қамырымыз осындай қоюдай емес, сұйықтай емес болып шығады. Оны противенге пергамент қағазын төсеп, 2 бөлікке бөліп, осылай жайып аламыз да, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне қаймақ керек. Қаймақ пайыздылығы маңызды емес. Оның үстіне қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны салып араластырамыз. Біздің креміміз дайын. 2 коржымыз дайын болды. Оның дәл ортасынан 2-ге бөлген кезде бізде 4 корж пайда болды. Енді тортымызды жинаймыз. Осылай арасына кремдерін молынан салсаңыздар болады. Кейін холодильникке салғаннан кейін корждар өзіне сіңіріп алады. Сондықтан молынан салыңыздар. Өте тез пісетін медовик тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды. Мен енді сіздерге арасын осылай кесіп көрсетейін. Жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.